Сәлеметсіңдер ме балалар? Бізде бүгін сауатташу сабағы. Сабақтың тақырыбы ас адамның арқауы, дыбыстар мен әріптер. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты тыңдалған материал бойынша өз пікірін айту. Сонымен қатар балалар, дыбыстар мен әріптерді ажырата білу. Балалар, есімізге түсірейікші. Дыбыс дегеніміз не? Дыбысты не істейміз? Дыбысты дұрыс айтасыңдар. Естиміз және айтамыз. Әріпті көреміз және жазамыз. Өте жақсы балалар. Балалар, Әли мен Мерейдің әңгімесінде құлақ түрейік. Әли, менің таңғы асты ішкім келмейді, ботқаны тіпті жегім келмейді. Оның орнына тәтті тоқаш пен кәмпитпен шай ішкенді ұнатамын. Мерей, таңғы асты ішпеу дұрыс емес. Мен таңертең анам дайындаған ботқаны үнемі жеймін. Әртүрлі шырын ішуді ұнатамын. Анам маған сабақты жақсы оқу үшін дұрыс тамақтану керектігін айтады. Меніңше, дұрыс тамақтану деген өзің қалаған тағамды тойып жеу деп ойлаймын. Ал сендер қалай ойлайсыңдар, балалар? Кімнің тамақтанғаны дұрыс? Жақсы, балалар. Дұрыс айтасыңдар. Әлидің тамақтанғаны өте дұрыс. Ендеше бірінші жаттығуға назар аударайық. Нәзира жол бойы бутерброд жеді, сүт айран ішті. Ал Әсет әжесі салып берген тамағының бәрін күшігіне берді. Өзі қытырлақ пен кәмпит жеді, газдалған сусын ішті. Содан соң оның асқазаны ауырды. Қатты ауырғаны соншалық өзін өте әлсіз сезінді. Мәтін кейіпкерлері дұрыс тамақтанды ма? Қалай ойлайсыңдар? Тамақтан адам денсаулығына зиян келе ме? Тамақ, сусын, кәмпит сөздерінде неше дыбыс, неше әріп бар балалар? Қане жауап беріп көрейікші. Баланың дені сау болып өсу үшін дұрыс тамақтану қажет. Дұрыс тамақтану адамның денсаулығына пайдалы. Әрдайым уақытылы тамақтану керек. Артық тамақ жеу денсаулыққа зиян. Асты асықпай жақсылап шайнау қажет. Адамның денсаулығына пайдалы азық-түлікті атап кететін болсақ, олар әртүрлі дақылдардан дайындаған ботқалар және сорпалар, көкөністер, жеміс-жидектер, ет, жұмыртқа, тәттілер. Ол тағамдардың адам ағзасына пайдасы. 4 түлік малдың еттің ағза үшін пайдасы көп екен көпшілік біле бермейді. Еттің құрамы қоректік заттарға өте бай болғандықтан адамға күш-қуат береді. Ағзаны кальциймен байытады. Балық өнімі өзенде, теңіз немесе жасанды жағдайда өсірілгені болсын, кез келген балық жүрек, қан тамырлары, иммунитетке жақсы әсер ететін көптеген пайдалы заттардың қайнар көзі. Теңіз балығының құрамындағы маңызды антиоксидант омега-3 май қышқылы онкологиялық аурулардың алдын алуға көмектеседі. Жұмыртқаның адам ағзасына берер пайдасы мол екенін бұрыннан ақ белгілі. Жұмыртқаны жеу арқылы асқазанды ғана емес, бар ағзаны пайдалы элементтер мен дәрумендермен толықтыруға болады. Құрамында ақуыз, иод, фосфор, селен элементтері созылмалы аурулардың алдын алады. Жұмыртқа ағзаны түрлі инфекциялардан қорғап, иммунитетті күшейтеді. Сүт өнімдері. Сүттің құрамындағы табиғи қанттың мөлшеріне қарай сәл тәттілеу болады. Қош иісі, түсі қызғылт сары, өзі жұмсақ келеді. Сүттегі лактоза жүрек, жүйке тамырларының қабілеттілігін арттырады. Сондықтан сүт тағамдары күш-қуаттың қайнар көзі. Адам ағзасына көкөністердің пайдасы. Күн сайын жылдың кез келген уақытында ағзамызға көкөністер қажет. Олар денсаулық кепілі. Оларды дұрыс таңдау арқылы ағзамызды тек көмір сумен, маймен, дәрумендермен, минералды заттармен ғана емес, онымен қатар амин қышқылдарынан бөлініп шығатын ақуызбен қамтамасыз етеміз.
Түрлі көкөніспен тамақтанатын адамдар мүлдем ауырмай, өмір жасы ұзақ болады. Көкөністер су мен тұз алмасуды реттеп, қатық, ірімшік, жұмыртқа, балық, ет, жаңғақ, жеміс-жидек сынды азық-түліктермен үйлеседі. Көкөніс шымдарының орны ерекше. Олардың құрамындағы пайдалы заттар ағзаға небәрі 10-15 минуттың ішінде сіңеді. Сонымен қатар адам денсаулығына зиян келтіретін тағамдарды пайдаланбаған абзал. Олар газдалған тәтті сусындар, жылдам әзірленетін тағамдар. Газдалған тәтті сусындардың құрамында қант өте көп. Ал жылдам әзірленетін тағамдардың құрамында түрлі дәмдеуіштер болады. Мұндай тағамдарды тұтыну денсаулыққа зиян тигізеді. Адам ағзасының өсуі мен дамуы үшін пайдалы тағамдарды қолдансақ, денсаулығымыз мықты, шыныққан, шымыр азамат боламыз. Екінші жаттығуға назар аударайық балалар. Оқулыққа қарайық. Суреттерге қарап, олардың қандай дыбыс шығаратынын айтып көріңдерші. Я, дұрыс айтасыңдар. Нелерді көріп тұрмыз? Көліктерді. Көліктер қандай дыбыс шығарады? Үшінші жаттығуда мәтінді оқы. Айналаңа құлақ түрші. Судың сылдыры, ағаштардың шуылы, мәшине, пойыздың гүрілі естіледі. Бұл дыбыстардан бөлек адамның сөйлеуі арқылы шығаратын дыбыстар бар. Дыбыстар біздің бір-бірімізді, ойымызды түсінуге көмектеседі. Бұлар тіл дыбыстары. Сонда тіл дыбыстарының басқа дыбыстардан өзгешелігі неде? Мери, мұны білу үшін үй, бор, күшік сөздеріндегі дыбыстардың орнын ауыстырып айтып көрші. Сөз мағынасын түсіндің бе? Түсінбедің. Яғни тіл дыбыстары сөз жасау үшін, сөздің мағынасын түсіну үшін керек. Яғни үшінші жаттығуда барлық сөз дыбыстардан тұрады. Оларды жазуда әріппен белгілейміз. Түсіндік пе балалар? Өте жақсы. Бесінші жаттығуда сөйлемдерді қатесіз көшіріп жаз. Балалар, назарларыңызға рахмет. Үйге төртінші жаттығу.